біздің атам қазақ келінді қараңғыда жібермеген ғой. Ол өзінің алдағы өмірдегі баратын ақ босағасын күннің жарығында, жаңағы кейбіреулер айтады, күнге де таласпау керек, жарық уақытында үйлеріне кіргізіп алуға, сондай болды ғой ерекшеліктер. Содан кейін қазір қарайсың тойда, той біткеннен кейін баланы алып кетеді, қараңғыда апарып кіргізеді. Оны негізінде тойдың ең қызығы, тойдың ең жақсы дәстүрі шашу. Аяқ астында жүгіріп, балдар жүгіріп жүрмегесін, оны түйіріп алмағасын. Қараңғыда ол баланы әкелді, кірді, мына үйге келін келді деп, ертең әйтеу біреулерден естисің, бірақ жарқырап, күндіз у-шумен дүрілдетіп, әкеліп түсіретін жаңағы тойларды кейбір уақытта қазір біздер көрмей қалып жүрік. Осындай да өзгерістер, дәстүрге өзгеріс кіргізіп жатқандар бар.